Құрбан айттарыңыз қабыл болсын, шалған шектеріңіз қабыл болсын. Енді қарапайым жандар қалай құрбан айтты қарсы алып, қалай шек шалып жатырсыздар? Жағдайларыңыз бар ма? Қазір малдың бағасы көтеріліп кетті, я? Қойдың бағасы 80-90 мыңға шығып кетті. Үлкен малдар тіпті қымбаттап кетті. Ал енді қарапайым халық қалай құрбан айтты қарсы алып жатсыздар? Енді бұл кезде мен өз басым, Нұрлан имамның кеңесі тұр, Стан KZ-те хабарлапты. Мен өз басым құрбан айтта мал соятындай менің ондай артық тұрған 80-90 мың ақшам жоқ. Қарызға батып, мал алғым да келмеді. Сондықтан не істедім? Үйде өзімнің жеті шелпегімді пісіріп, шын жүрегімнен білетін дұғамды оқып, үйдегілермен бірге Құран оқып, осылай қарсы алдық. Ең бастысы ниет, ағайын. Алдымен қарызға батпай, жағдайларыңызға қарай жұмыс жасауыңыздар.